Сәлем, сенімен бүгін мен Гера, СДУ университетінің студенті, және де бүгінгі біздің қозғайтын тақырып ол қаңтар роботыға дайындық, және де жібермеу керек қателіктер, және де кейбір инсайттарды айтатын боламын. Олай болса кеттік. Өзімді қаңтар роботы оқиғам жайлы айтқым келіп тұр. Яғни мен биология комбинациясы бойынша 23 қаңтар күні тапсырған болатынмын. Мен де сендер секілді 3 ай қалды, 4 ай қалды деп жүрген кезде мен де тапсырып шықтым. 100 балл алдым, және де 100 балл маған сол кезде қатты күшті емес, қатты нашар емес, орташа балл болды. Және де маған ол кезде мотивация болған нәрсе. Демек мен 100 баллдан да саламын, 100 баллға жеттім, мен ары қарай да жете аламын деген мотивациямен мен дальше оқуға ниетім ашылды, ынтам ашылды десем болады. Жалпы мен сол қаңтар роботы тапсырмас бұрын пробный тапсырдық, және де ол кездегі балым мен қаңтар роботы балымның ортасында менде бір шама прогресс болған болатын, және де соған жетуімнің 20-30 балдай прогресс жасауымның құпиялары ол менде біріншіден қате дәптер болуы. Яғни мен апта сайын пробный тапсырдым, және де одан жіберген әр пәннен қателерімді мен дәптерге жазып отырдым. Яғни оның сұрағын жаздым, бірақ жауабын жазған жоқпын. Солай сұраққа жауап беріп арқылы анда-санда ішін бір қарап сұрақтарға жауап беріп жүретінмін. Және де ол сұрақ міндетті түрде ұбт-да немесе айналып келуі мүмкін. Сондықтан ол сұрақтарды қайталап жүру өте маңызды. Ол қате дәптерін арнау. Келесі ол бізде күнімді қалай жоспарлайтынымда, яғни мен күнім әрдайым жоспарланатын, таңғы 4-тен түнгі 10-ға дейін деген секілді. Өйткені бұл уақыт аралығы уақытқа өте бейжай қарамайтынды білдіреді. Яғни сен ерте тұрып оқисың, және де ерте жатасың, ұйқың сергек, және де саған оқуға өте ыңғайлы болады. Сондықтан да уақытты жоспарлайтын кезде бірінші ұйықтайтын, және де тұратын уақытыңды бірінші жоспарлаған дұрысырақ. Келесі ол бізден нұсқа талдауларды шешу. Сендер уже қазірден бастап өздерің өткен тақырыптар бойынша нұсқа талдау жасасаңдар болады. Яғни қанша сынып өттіңдер, 7, 8, 9 болатын болса, сол сынып аралығында өздеріңе ыңғайлы қылып нұсқа талдау құрсаңдар болады, немесе 2 жұп, 3 жұп болып сендер жұптық жасасаңдар болады, және сол арқылы түсінбеген тақырыптарында немесе тест талдау арқылы өздерінің нәтижелеріңді көріп бір-бірімен ақылдаса отырып, білетіндеріңді білмейтіндерін бір-біріне түсіндіріп отырғанда ол ақпараттар сендердің миларынан ешқашан өшпейді. Бұл ақпараттар өте маңызды. Яғни сендерге ең айтар кеңесім бірінші қате дәптер арнау. Яғни оның үшін сендер міндетті түрде қателескен, көп жағдайда ұмытып қала беретін сұрақтарын жазасыңдар. Тек қана сұрақтарында, жауаптарын емес, жауабын өздерің іздеп тауып, солай естерінде қалып кетеді. Келесі нұсқа талдау шешу. Үшінші күндеріңді әрдайым жоспарлап жүру. Күніне мысалы 3 істейтін жұмыс болса да, оны жоспарлап қой. Қалған уақытыңды тиімді өткізуге ол өте қолайлы болатыны анық. Көп оқушылар жалпы қазіргі таңда өзінің таңдау пәнінен гөрі негізгі пәндер деген секілді екеуінің ортасында қалып кетіп жатады. Негізінде негізгі пәндердің шекті балдармен танысып шыққан жөн. Яғни әрқайсысы мысалы математикалық сауаттылық болсын, оқу сауаттылығы, Қазақстан тарихы болсын, оның әрқайсысының балы өте маңызды. Таңдау пәні ол өзі бөлек, яғни олар бөлек 50-50 балдан берсе, сенде 100 балл шығады. Сондықтан да әр пәннің шекті балына, және де аз балл беретін болсын, көп балл беретін болсын, дұрыс фокус қойған жөн. Мысалы аптасына 3 рет сен негізгі пәндерге фокус бөлсең, қалған 5 күніңді сен таңдау пәнге бөлгенің жөн. Өйткені олар саған көп балл және көп нәтиже беретіні анық. Жалпы ұбт-ға дайындық барысында, тем более алғаш рет ұбт тапсырайын деп жатқан оқушы үшін ол психологиялық дайындық өте маңызды. Яғни ол не? Қазіргі таңда сендерде андай болып тұр мүмкін. Мен қалай шығады екен, өзімнің ұбт-ымда прогресс жасай аладым екенмін деген секілді, іріктеледі ме екенмін деген секілді. Мүмкін өзіңе сенімсіз болып тұру мүмкін. Сондықтан да психологиялық дайындық кезінде бірінші өз-өзіңе деген сенімділігіңді анықтап алу керек. Яғни сен оқыдың, сен білдің, көрдің, кітап оқыдың, барлық жасай алатын дүниеңді жасап жатсың. Вот сол еңбекке сену керек да. Ал егер сен өз-өзіңе сенбейтін болып, құр босқа оқи беретін болсаң, онда сенде результат болмайды өкінішке орай. Және де соның кесірінен сен оқып тұрған, біліп тұрған нәрсеңді ұмытып қалуың мүмкін. Келесі ол бізде құр оқымау керек. Өте сапалы оқу керек. 2 сағат, хотя 1 сағат оқысаң да, сенде сапалы білім болу керек. Өйткені 3 сағаттап, 4 сағаттап сен бір бөлмеде отырып, бір кітаптың 2 бетін оқысаң, ол уже результат болмайды. Сен барлық нәрсе, ойыңды бөлетін заттардың барлығын алып тастап, кітап оқитын болсаң да, 10-20 бетін оқысаң да, ол өте сапалы болу керек. Ойыңды еш нәрсе бөлмеу керек.
Содан кейін көп адам жіберетін қателіктердің бірі ол оқымаған тақырыптардың алдынан шығу. Кейде біз кейде қиналатын тақырыптар болады, қиналатын пәндер болады. Вот сол нәрседен қашып жүреміз. Бірақтан да ол қашқан нәрсе бәрібір алдынан шығады. Сондықтан да сұрақтар айналып келіп жатады. Сондықтан да әрбір тақырыпты, әрбір дүниені сен міндетті түрде көңіл бөліп оқуың керек. Түсінбедің ба? Демек сен не достарыңнан сұра, немесе мұғаліміңнен сұра деген секілді бәрібір біліп алуға тырысу қажет. Менің жіберген қателіктерімнің бірі ол өз-өзіме демалыс бермеу. Яғни мен аптаның 7 күні болса, 7 күні максимум оқи беретін. Менде именно 6-7 күндері сапа құрайтын, яғни тек алдыңғы келесі аптаның тақырыптарына көшіп кетіп деген секілді бірінен соң бірін подряд мен оқи беретінмін, және соның кесірінен менде ойым шашыраңқы болды, аяқ жағына келгенде шаршау деген секілді сезімдер өте көп болып кетті. Сондықтан ойым жинақталмай кетті деген секілді. Сондықтан да міндетті түрде воскресенье күні немесе суббота күні өздеріне демалыс жариялап, телефоннан демалып болсын, сабақтан демалып болсын, демалғандарың өте тиімді болады. Ол нәрсені міндетті түрде орындау қажет. Демалыс болмаса, миларың тынықпаса, шашаңқы күйде кітап та оқи алмайсыңдар, тапсырма да орындай алмайсыңдар. Негізінде ұбт балл ол сендерге универге түсуге, грантқа түсуге өз көмегін әрине тигізеді. Бірақтан да ол нәрсенің артында сендерге үлкен нәрсе үйреткісі келіп жатыр. Яғни сендер ұбт-ның арқасында жоспарлай алуды, өз-өздеріңе сенуді, және де күнді қалай өткізу керек екен деген секілді дүниелер, көп нәрселерді білесіңдер. Бірақтан да сол нәрсенің үйрену үшін сендерге 1 жыл уақыт, 1 жарым, тіпті 2 жыл кетуі мүмкін. Сондықтан да қорыта айтқанда ұбт балл маңызды болғанымен де сен өзің өте бағалысың, қымбатсың. Сондықтан өз-өзіңе сенуді тоқтатпа. Мен сенімен біргемін. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Сау бол.